Сәлеметсіздер ме, құрметті 2-ші сынып оқушылары? Мен Сәуле Қасқырқызы, өздеріңмен бірге сольфеджио сабағын бастаймын. Бүгінгі тақырыбымыз ми бемоль мажор лады. Бүгінгі тақырыпты игеру үшін балалар 3 кезеңде жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші кезеңде ми бемоль нотасынан бастап мажор гаммасын құруды үйренеміз. Екінші кезеңде тондық құрылым кезінде пайда болған альтерация белгілерін кілт басына орналастыруды үйренетін боламыз. Үшінші кезеңде ладтағы негізгі үш дыбыстықтар және оның айналымдарын құрып үйренетін боламыз. Ендеше бірінші кезеңде жұмыс жасайық. Тоникасы ми бемоль нотасынан мен дыбыс қатарын жазып қойдым. Және де мажор гаммасының тондық құрылымдарында алдын ала жазып қойдым. Егер естерінде болатын болса, балдар, мажор гаммасының тондық құрылымы бір тон, бір тон, жарты тон, бір тон, бір тон, бір тон және жарты тон болып келетін еді. Қысқаша айтқанда, 2 тон, жарты тон, 3 тон, жарты тон. Ендеше осы ережеге сүйене отырып, біз гамма құратын боламыз. Берілген бізде ми бемольдан 1 тон құраймыз фа дыбысы, фадан 1 тон соль дыбысы болады, сольдан жарты тон ля бемоль, ля бемольдан 1 тон си бемоль, си бемольдан 1 тон доның өзі қалады, додан 1 тон ре, реден жарты тон ми бемоль дыбысы болады. Балалар, салыстырмалы түрінде мен қазір сендерге ми бемоль дыбысынан басталған жай ғана дыбыс қатарын орындаймын, және де ми бемоль дыбысынан басталған мажор гаммасын ойнайтын боламын. Ал ендеше тыңдап көріңдер. Бірінші жай ғана дыбыс қатары ми бемоль дыбысынан. Ал енді тондық құрылымға сүйене отырып жасаған гаммамыз тыңдаңдар. Ал балалар, осымен біз гамманы жасап үйрендік, яғни біз бірінші кезеңнен өттік деген сөз. Осы екінші жаттығуға көшу үшін, яғни екінші кезеңге өту үшін біз бірінші кезеңдегі альтерация белгілерін кілт басына қойып үйренуіміз керек. Ол үшін бізде арнайы тақырып болған. Кілттік белгілердің кілт басында ретімен орналасуы, яғни олар қандай ережеге сүйеніп орналасады екен. Қайталап алайық. Си бемоль, ми бемоль, ля бемоль, ре бемоль, соль бемоль, до бемоль, фа бемоль. Осы альтерация белгінің алғашқы үшеуін кілт басына орналастырамыз. Яғни си бемольді бірінші орналастырамыз, бірінші октавада орналасады, мінекей. Одан кейінгі ереже бойынша ми бемоль, біз екінші октавадағы ми бемольді аламыз, мінекей. Және ля бемоль, ол бірінші октавада орналасады. Көріңдер ме балалар, шахмат тәріздес осылайша орналасады екен. Ал енді балалар, ми бемоль мажорды латын тілінде жазып үйренелік. Оны біз былайша жазамыз. Көріңдер ме балалар? Мен латынша жаздым қазір, оқимыз. Ес, дур. Естерінде сақтап қалуға тырысыңдар. Ал енді бізде ми бемоль мажор гаммасы тақтадан жазылып тұр. Бұл екінші кезеңдегі жұмыс. Демек біз ми бемоль нотасын бірінші басқыш деп аламыз. Яғни бұл тоникалық дыбыс. Фа дыбысы екінші басқыш ми бемоль мажорда, соль үшінші басқыш, ля бемоль 4-ші басқыш, си бемоль 5-ші басқыш, до 6-ші басқыш, ре
жетінші басқыш ми бемоль, сегізінші басқыш немесе қайтадан бірінші басқыш деп аламыз. Енді балалар, осы ми бемоль мажорларында тұрақты және тұрақсыз дыбыстарды біз көрсетуіміз керек. Барлық уақытта екінші басқыш бірінші басқышқа бағынады, төртінші үшіншіге, алтыншы бесінші басқышқа, жетінші басқыш сегізінші басқышқа, яғни бірінші басқышқа бағынады. Ендеше жазып көрсетсек. Мінекей фа ми бемольға, ля бемоль сольға, до си бемольға, ре ми бемольға бағынады екен. Мінекей біз екінші кезеңнен өттік балалар. Ендеше біз қазір сіздермен бірге үшінші кезеңде жұмыс жасайтын боламыз. Ладтағы негізгі үш дыбыстар және оның айналымдары. Тақтада көрсетілгендей, тоникалық үш дыбыстық, субдоминанталық үш дыбыстық және доминанталық үш дыбыстық жазылып көрсетілген. Және оның айналымдары секстаккорд, кварт-секстаккорд. Ал ендеше айналым жасалық. Ми бемоль, соль, си бемоль. Тоникалық секстаккордты жасау үшін біз прималық дыбысты октаваға шығарамыз ереже бойынша. Си бемоль орында қалады, соль орында қалады. Соль, си бемоль, ми бемоль. Кварт-секстаккорд. Ол үшін біз терциялық тонды октаваға шығарамыз. Ми бемоль орында қалады, және си бемоль орында қалады. Мінекей балалар, біз тоникалық үш дыбыстық және оның айналымдарын жасадық. Егер естерінде болатын болса, балалар, үш дыбыстықтың екі айналым бар. Секстаккорд бірінші айналым, кварт-секстаккорд екінші айналым. Дәл осындай тәсілмен субдоминанталық үш дыбыстықтың да айналымын жасаймыз. Ля бемоль, до, ми бемоль жазылған тақтада келесі до, ми бемоль, ля бемоль. Бұл субдоминанталық үш дыбыстың бірінші айналым болады, яғни субдоминанталық секстаккорд. Келесі кварт-секстаккорд жасау үшін біз до дыбысын бір октаваға көтереміз. Және ля орында қалады, ля бемоль, және ми бемоль. Мінекей ми бемоль, ля бемоль, до, бұл субдоминанталық кварт-секстаккорд болады. Келесі доминанталық үш дыбыстық си бемоль, ре, фа. Айналым жасаймыз. Ре, фа, си бемоль. Және доминанталық кварт-секстаккорд, фа, си бемоль және ре. Көрдіңіздер ме балалар? Өткен тақырыпқа байланысты біз үшінші кезеңде есептеп жазып алдық. Енді сабағымызды қорытындылай келе балалар, мен анықтама айтамын. Яғни ми бемоль мажор тоникасы ми бемоль нотасы болып келетін мажор лады. Кілттік белгілері си бемоль, ми бемоль, ля бемоль, әріппен белгіленуі ес, дур. Осымен балалар, мен сабағымды аяқтаймын. Келесі кездескенше сау болып тұрыңдар.